Ассалямалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен осындай шоколадный творогпен жасалынатын пирог дайындайтын боламыз. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып алатын боламыз. Одан соң қантымызды салып аламыз және де араластыратын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Венчуктың көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Венчукпен араластыратын болсаңыздар, біраз уақыт осылай қаттырақ араластыру керек. Жұмыртқамыз көпіргенше. Келесі сүтімізді құйып аламыз. Сүттің проценті рөл ойнамайды. Қалаған процент бола береді. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң сұйық майымызды да құйып, оны да бірге араластыратын боламыз. Барлық қоспамыз бірігіп, жақсылап араласқанша араластыратын боламыз. Келесі бөлек ыдыста електен өткізілген ұнымызды, оның үстіне қопсатқышымызды салып, және де какаоамызды салып, бірге барлығын араластырып алатын боламыз. Құрғақ қоспаларымызды. Мінекей араластырып болдық, дайын болды. Енді сұйық қоспамызға жаңағы құрғақ қоспаларымызды салатын боламыз. Екі бөлікке бөліп салып аламыз. Бірінші бөлігін осылай салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Одан соң екінші бөлігін салып аламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Егер де сіздерде қою болып кеткен жағдайда осылай кішкене сүт қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Менде қою болып кетті кішкене, сол себепті де қосып жібердім. Осындай масса болып шығу керек бізде. Қатты сұйық емес, қатты құю емес. Келесі формамызды майлап, оның үстіне осы массамызды құйып алатын боламыз. Пирогымыздың үстіндегі начинкасын дайындап алатын боламыз. Творогымыздың үстіне қант салып аламыз және де жұмыртқа салатын боламыз. Енді жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалы ол творогымызды, яғни начинкамызды піскеннен соң ағып кетуінен сақтайды, яғни қатырып тұрады. Мінекей барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бір қалыпты массаға келгенше барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны кондитерлік пакетімізге салып алатын боламыз. Егер де сіздерде ондай болмаған жағдайда пакет салафан қолдансаңыздар болады. Мінекей ішіне осылай салып аламыз. Енді пирогымыздың үстіне осылай құйып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған жағдайда, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді осылайынан құйып шығатын боламыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді жандарына осылай құйып шығатын боламыз. Біздің пирог дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз мінекей осылай пісіп шықты. Енді қазір сіздерге қалай пісіп шыққанын кесіп көрсететін боламын. Өте нәзік, жұмсақ болып шыққан. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кесілгеннің өзінде қалай жұмсақ кесіліп жатыр.
сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте оңай, көп қоспаны да қажет етпейтін пирогтың бірі. Және де дәмі де өте керемет болып шықты.